Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай әрі жылдам дайындалатын краб салатын ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ол үшін бізге крабовый палышка, 200 граммдай крабовый палышканы ұзынша салам кетіп тура боламыз. Менде 4 порцияға дайындап жатырмын. Өздеріңіз қалауларыңызша көбейтіп азайта бересіздер. Және қиярымызды да осылай ұзынша салам кетіп тура боламыз. Төрт порцияға мен 200 грамм краб, 4 огурец, қияр, 8 қайнатылған жұмыртқа, бір қызанақ, бір банка кукуруз қостым. Қызанағымызды да осылай сыртын тура боламыз, қатты жағын. Ішін қоспаймыз. Және де қайнатылған жұмыртқамызды да осылай ұзынша солым кетіп тура боламыз. Бір банка кукурузымызды салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз сеуіп, жеңіл майонезден 3 ас қасық салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай, әрі қолжетімді заттардан жасалатын. Қонағыңыз келген кезде демде жасап қоя салатын осындай салатты. Сіздер де жасап көріңіздер, каналыма тіркеліп кетіңіздер, ас болсын.